Айналайын халқым, менің балам ешқандай кінәсі жоқ. Оңдас деген дос баласы 5 рет звондаған, шықпаған. Сосын мына жерде Айдын деген досын ашық деген. Мен огородта жүрсем, апа Микошканы үйде деп есіп кетті, зуылдап кетті. Мен күнде барып жүрген жері ғой деп үндемедім. Халқым, айналайын халқым, Тоқаев мырза не бітіріп отырсыңдар? Білім министерствосы не бітіріп отырсыңдар? Мына Жамбыл мектебінің директоры ешқандай тірлік істелінбейді. Ешқандай тірлік жоқ. Сол неге көше милициялар араламайды? Менің естігенім, өздерінің бір күріктары бар екен. Сол үлкен жаңағы бастық балдар айтады екен, бүгін сағат пәлен уақытта 15.000 жина, или 20.000 жина. Бір баласы енді жағдай енді әртүрлі ғой, біреуде бар, біреуде жоқ. Сол бір бала әкемізі бәрін ұрып шығады екен. Бір осыдан бір 10 күн бұрын шай ішіп отырса, көйлегі мына жері сап-сары көкпеңбек. Мына не дейтсем, әшейін ұрып алдым дейді. Ол ұрмаған емес, мына жерде ұра ма адам? Ұрмайды ғой. Сол бұны менің баламды қорқытып жүрген талай болды. 3-4 ай болды бұны қорқытып жүргеніне. Қалтасынан жаңағыдай ақша сап барса, жинай десе, дереу жинайды. Мына 4 бала ұрды дейді. Қалған 28 баланы тұрғызып бәрін ұрып шыққан дейді. Неге сол 28 бала жабылса 4 балаға шамасына келмей қалған? Қайда қалды? Тоқаев мырза, неге қолға алмайсың? Халқың қырылып жатыр, жастар қырылып жатыр. Білім министерствода неге сұхбаттамайсыңдар? Неге қарамайсыңдар? Неге милиция жұмыс істемейді? Осындай көшенің араласа, түкпір-түкпірді араласа бұндай болмайды ғой. Менің балам мінекей, мына несі грамота әкеп қойған. Менің балам жаңағыдай мінезі өте ауыр, өте жақсы, сабағы жақсы деді. Тәртіпті. Директордың өзі айтты, бұл тәртіпті бала, ондай жерге қалай барды бұл деп менен сұхбат алды. Мен айттым, 4-5 мәрте звондадым бала. Болмағасын, балам шықпағасын, Айдын деген баланы шақыртып, үйімнен алып кетті ғой. Өлігі кеп отыр. Баламның өлігі кеп отыр. Менің балам өтірік сөйлемейді, өте шыншыл, ешкімді алдамайтын бала еді. Жаным, менің жүрегім бірге кетіп баратыр сонымен. Мен уже 5-6 мәрте бәлен сағат нәселкімен әкетіп, зорға дегенде үйіме жетіп отырмын. Жаным, енді мен есігімнің алдынан балдар өтсе, естеймін, қайтып шыдайым. Мен шыдауым мүмкін емес. Қараңдар, мектепте жұмыс жоқ. Ешқандай жұмыс жоқ. Не үшін айлық алып отыр олар? Не үшін айлық алып отыр? Милициялар не үшін айлық алады? Неге тексермейді? Мола жаққа барып төбелеседі екен. Ақша жинамаса, шетінен ұрып шығады екен. Ой, Құдай, не жаздық? Менің балам, мына қарашы, жаным-ау, мынандай баладан не шыға ма? Жаманшылық шыға ма? Мынандай баладан келген адамның бәрі еңіреп, 3 келінім құлады. Балам да құлады, тілі тартылып қалды. Мен болсам, күнде скорый әкетіп, ойбой. Физика, математикада жақсы оқитын. Физика, мінекей, физика, математика, информатикадан ерекше білім алған үшін грамота берген ғой, грамота берген балама. Ойбой, жаным-ай, не істеймін? Өте тәртіпті, көшеме дейін, апа, балаңыз өте тәртіпті, өте жақсы өсіп жатыр. Ай, осыдан бірдеңе шығады дейтін еді. Ойбой, не істеймін? Үмітім үлкен еді. Апа, университетке түсем, кембешек болам дейтін еді. Әнекей, түс көргендей болдық қой. Жанымды айтем,